сегіз тілді үйренуге Мади Фазылға не мотивация болды? Өйткені білмеймін, менің өмірімде баланс жоқ. Және мен ол нәрсені қабылдаймын. Бақпасаң мал кетеді, қарамасаң қатын кетеді дейді. Әлбетте, енді оны бір ақтап алайын десең де болмайды да. Әлемдегі барлық адамдар 100% кәсіпкер бола алмайды. Сен үшін қазір абзалы ол мектеп ашу емес деймін да, сен үшін абзалы ол жай ғана ағылшын тілінен сабақ беріп бастау да. Қазақстанда кәсіп жасайтын бір американдық азамат бар, Крис деген. Ол кісі орыс тілін қоя тұрып, қазақ тілінде сөйлейді. Менің жарым өзі басқа ұлт өкілі. Армысыз ағайын, қадірлі көрермен, бүгін бізде қонақта бірнеше тілді меңгерген, полиглот, сонымен қатар кәсіпкер, жетіл тіл мектебінің негізін қалаушы Мади Фазыл мырза. Ол енді Мади қазіргі таңда бірнеше тілді жай ғана игеріп қоймай, еркін деңгейде сонымен қатар мыңдаған адамдарға осы тілді үйренудің дұрыс методикасын қалыптастырып, дұрыс бағытын анықтап, соны кәсіп ретінде қалыптастырып, біздің азаматтардың тілге деген құштарлығын жүзеге асыруына көмектесіп жүрген жан. Сонымен қатар енді әлеуметтік желіні ашып қалсаңыздар, егер де шортс көрсеңіздер, рилс көрсеңіздер, Мадидің кез келген шетелдікпен өзінің тілінде емін-еркін сөйлесіп тұрғанын көріп сырттай сүйсінесің. Жалпы осы менің өзімнің жасап жүрген еркін камера алдындағы әңгімелесу форматында осындай болашағынан үлкен үміт күттіретін жастардың келіп әңгіме айтып жүргені мен үшін өте қуанышты. Сонымен қатар біздің арнамызды көріп отырған талай жандарға бір алдыға қарай ұмтылушылық, мотивация береді деп мен сенем. Бірақ енді әрине Мадимен сөйлескеннен кейін біз тіл жайында сөйлесуіміз керек, тілді қалай үйрену жайында сөйлесуіміз керек. Қазіргі таңда енді мен қателеспесем, Мади 7-8 тілді жетік біледі. Жеті жұрттың тілін біл деген ұраны да бар екен. Сонымен қоймай, тағы да қосымша Корея тілдеріне қызығып жүрмін деген ақпаратты естідім, хинди тіліне қызығып жүрмін деген ақпаратты естідім. Енді ол тіл деген керемет, тілді қалай үйрену туралы да әңгімелесеміз, бірақ сонымен қатар тілден бөлек жалпы мынау кәсіпкерлікке аяқ басқан кездегі бизнестің бір белгілі моменттерін сөйлессек, мүмкін менің де бір ойларым пайдасын тигізер деген оймен, содан кейін жалпы адамның ойлау жүйесі, адамның әлеуеті, яғни потенциалы қалай, осындай дүниеге қалай келеміз деген бағыттарда сөйлессек деп ойлаймын. Енді жаңа айттық қой, Мади, 8 тілді білген жақсы, ал шын мәнінде өмірде сол 8 тілдің күнделікті өмірде қаншауы қолданылады? Өте жақсы сұрақ. Дулат аға, шақырғаныңызға рахмет. Алдымен мен үшін сізбен былай жеке сұхбаттасу үлкен абырой. Өйткені бірден бір шайға шақырып, бірден бір сұхбаттасым келген адамдардың, тұлғалардың бірісіз. Өйткені біздің де осыдан шамамен бір 2-3 жыл бұрын алғаш бастаған бір қаһарман деген жобамыз бар еді. Ол да подкаст форматы еді негізі. Сол кезде ана қонақтардың тізімін жазып шыққан кезде алғашқылардың бірі өзіңіз болғансыз негізі. Неге десеңіз, өйткені кітабыңызды оқыдым да ол кезде. Сөйтіп ана кәсіпке енді қадам жасап бір қызығушылық танытып жүрген кезім еді. Сөйтіп Дулат ағамызды шақырмасақ болмайды деп бір сондай бір ниет еткен едік. Енді Құдайға шүкір осылай бір мүмкіндік туып отыр екен. Енді қазіргі таңда сол 7-8 тілдің айналасында шапқылап жүрміз. Жалпы кәсібімізде, әлеуметтік желіде біраз жылдан бері насихаттап айтып жүргенімізде осы тілдер. Неге біз жалпы осы бағытты таңдадық? Жеке неге өзім осы бағытты таңдадым? Өйткені тілмен, жалпы тіл деген андай тұңғиық нәрсе ғой. Тілмен көп нәрсені жеткізуге болады да. Яғни жанама ол жерде менталитетті де қозғауға болады, мәдениетті де көтеруге болады, адамдардың жүріс-тұрысын де айтуға болады. Жалпы енді білімді де, ілімді де тереңнен астарлап жеткізе берсек болады да, негізі тіл арқылы. Бұл бір ділдал ғой біз үшін негізі, шыны керек. Сондықтан солай қазіргі таңда дұрыс айттыңыз, жаңағы сол кішігірім кәсібіміз бар, ол шет тілдер мектебі. Енді сұрағыңызға келетін болсақ, 7-8 тіл рас, бірақ оның қаншауы жаңағы шынайы қолданыста бар, қаншасын шынайы біз өмірлік күнделікті қолданамыз дегендей. Бұл әсіресе жаңағы оқырмандардан жиі келетін сұрақтардың бірі ғой. Сіз мысалы көп тіл білу жайлы көп айтасыз, бірақ өзіңіз жалпы
қаншалықты жоғарғы деңгейде ұстап жүрсіз дейді да бұл тілдерді. Енді ағылшын, қазақ, орыс, испан және араб, француз тілдері менде қазір құдайға шүкір бір күнделікті қолданыста бар десем болады. Өкінішке қарай өзім Жапонияда 3 жыл оқысам да, бакалаврда оқыған едім, бірақ мына жапон тілінің жағдайы кішкене қазір төмендеп қалды. Неге? Өйткені қолданыста жоқ бұл тіл, өкінішке қарай. Бірақ дегенмен бұны біз сылтауратпай, өзімнің әлеуметтік желідемде адамдармен сұхбаттасқан кезде де жаңағыдай неше түрлі ұсыныстар түсіп қалған кезде де барынша әртүрлі тілдерді қосуға тырысамыз, шыны керек. Мысалы, жапон тілінде енді сұхбаттасатын, сөйлесетін адам болмаса да, ең болмағанда жапондардың жаңағы анимесін көресің ғой. Жапон тілінде. Иә, жапон тілінде ең болмағанда бір тыңдап отыру үшін, бір кейде өзі қызық, мен мына нәрсені меңзеп айтам да, адамға практика үшін негізі бір оқулықты ашып қойып 2-3 сағат отырудың қажеті жоқ деймін да. Минималды практика үшін 15 минут, 20 минут подкаст тыңдасаңға жеткілікті деймін да. Өйткені көп кезде біз ана тілді көп кезден бері қолданбасақ және сөйлеспесек, тыңдамасақ, ол шынайы түп санаға кете береді екен да өзі. Жаймендеп ұмытыла береді екен. Ал соны бір сыртқа шығару үшін кейде 15-20 минут аудио тыңдасаң, соның өзі жеткілікті да негізі. Бізде көп адам әйтпесе андай, ойбай, мен күніне 2-3 сағат тілге жұмсай алмаймын, қолым тимейді деп сылтауратып, соны сырып қоя береді да процесті. А негізі асылы сол 15-20 минуттың өзі күнделікті бастысы. Тәртіпті түрде күнделікті болып жатса, ол негізі нұр үстіне нұр. Енді біраз тұрпайылау болса да, қазақтың бір айтылған сөзі бар ғой. Бақпасаң мал кетеді, қарамасаң қатын кетеді дейді. Сол сияқты енді 8 тілді немесе болашақта 10 тілді қатар алып жүруде қиын ғой. Себебі ол әрбір тілге күннің барысында, аптаның барысында көңіл бөлмейтін болсаң, қолданылмаған тіл ақырындап ұмытыла береді, ақырындап кете береді. Негізінде мен ойлағам, жалпы енді орыс тілі мен қазақ тілін қоспаған кезде өзімнің де білетін тағы 1-2 тілім бар. Сол 2 тілде бір қысқа ғана сұрақ қойып, басқа тілдегі Мадидің сөйлейтіндігін көрсек деп, мысалы үшін, hoş geldiniz, nasılsınız desek. Evet, hoş bulduk. Yani çok güzel. Buradaki yani sizinle sohbet ediyoruz ama çünkü düşünüyorum ki başka bir şeyler hakkında da biraz konuşabiliriz yani. Gelecekte çok problem değil yani diller hakkında, hayatımız hakkında, kasbimiz hakkında yani konuşabiliriz yani problem değil. Çok güzel. Odan başka yani how are you doing? I'm How doing was great. the traffic? The traffic is terrible here. I mean, I was actually have no car right now, so that's the reason I'm using the taxi. But since considering the Almaty traffic is just crazy sometimes. I mean, whether it's in the morning, whether it's in the evening, it doesn't matter. The traffics are always there, so you have to, somehow deal with that. Yes, even local authority wants to solve this problem. It's a huge problem because the amount of population in our city is growing. So even if you'll find some brilliant solutions, I hope so. It will be difficult. I think the best option for now is just taking into account the examples of other countries, other developed countries, how they actually solve the situation with the traffic. Because I don't really think we are the only country that's facing it nowadays. Of course. There is no good solution actually in the world. Жақсы, енді ол нәрсеге өзіміздің ситуацияға келейік. Мади, енді емін-еркін отырып сөйлесіп отырмыз ғой. Кейде бір ыңғайсыз сұрақтар болып қалуы мүмкін, ол мәселе тиісу үшін емес, жалпы сұхбатымыздың қызықты болу үшін. Мен осыдан біраз жылдар бұрын аман тасыған журналист шақырып, тағы да бір ағамызбен қатар отырып сұхбат жасадық. Сол жерде ол ағамыздың позициясы адамдарды кәсіпкерлікке үйрету. Ол кісі айтады, мен 100 адам берсең, 100 адамнан кәсіпкер жасап шығайын дейді. Әлі де сол позицияда жүрген шығар енді ол кісі. Мен енді айттым, бұл енді кішкене утопиялау.
Себебі әлемдегі барлық адамдар 100% кәсіпкер бола алмайды. Себебі енді біреу ұстаз болу керек, дәрігер болу керек, басқа да мамандықтар бар. Бәріміз кәсіпкер болсақ, онда кім нақты жұмыспен айналысады деген ситуацияға келгенбіз. Енді Мади, өздеріңіздің кәсіптеріңіз тілді үйрету болғаннан кейін, енді әрине түсінемін, ол маркетинг, ол дұрыс сату, бірақ та енді сіздер барлық адамдарға тілді үйренудің жақсы технологиясын, барлық адамдардың тіл үйренуге мүмкіндігі бар деп айтасыздар. Ал енді мен өзім байқап қарасам, кейбір адамдардың шынымен де тіл үйренуге қабілеті төмен болып келеді. Тіпті 90%-ға жуық адамдар ары кетсе бір-екі тілден артық біле алмайды. Осы ситуацияда қалай ойлайсыз? Осындай енді осы жұмыспен кәсіппен айналысып жүргеннен кейін тілге қабілеті жоқ адамдар келсе, сіздер одан бәрібір де сізді бірдеңке үйретеміз деп үміт сыйлап тырмысуға тырыстырасыздар ма, әлде басында қолынан келмейтін адамға кешірім сұрап жолға шығарып саласыздар ма? Өте жақсы сұрақ. Негізі былай, менің көзқарасымда қабілет деген нәрсе бар, дұрыс айттыңыз, және икем деген нәрсе бар да. Мысалы, негізі біз енді өз ана тілімізде сөйлей алсақ, егер адам тіпті мылқау болмаса, онда адамның жалпы тілге деген қабілеті бар. Ал икемі ол басқа мәселе. Яғни, мысалы, кейбір адамдар бар, олар еркін түрде еш қиналмастан 6-7 тілдің логикасын түсініп, формуласына салып, еркін меңгеріп кете береді. Ол икем да, өйткені белгілі бір адам, мысалы, өзінің табиғатына сай үйренеді тілді. Мысалы, тіпті мына айтпақшыдай өзімнің кітабымда да жазып кеттім. Адам анау ақпаратты қабылдаған кезде өзі бірнеше неге бөлінеді, түрге бөлінеді. Біріншісі ол аудиал, екіншісі визуал, үшіншісі жаңағы дискрет, сосын тағы дегендей, визуал дегендей. Бұл жерде адам сол өзінің күшті жағын түсініп алу керек қой алдымен. Өзін зерттегеннен кейін барып кіріссе тіпті керемет та. Өйткені процесс әлде қайда жеңілдей түсуі мүмкін. Біз анау кейде өкініштісі көп жаңағы мектептер болсын, жекеменшік мектептер, орталықтарда адамдарды жалпы бірдей логикамен, формуламен үйретеді ғой. Яғни оқулықты береді алдына, әдетте ол оқулық, сол бір оқулық, New English File, немесе жаңағыдай New Opportunities деген сияқты бір оқулықты береді да, міне, сенің шамамен деңгейін осындай, осы топқа жазыл, болды. Шап деп жаңағыдай жібереді майданға. Ол қаншалықты дұрыс? Бұл жерде аналитика керек та, яғни адам мысалы сіздерге кеп тұрмай егер, одан сұрау керек. Жалпы сіздің тіл үйренудегі мақсатыңыз қандай? Тәжірибеңіз бар ма? Бэкграундыңыз қандай? Жалпы алдағы уақытқа қояр жоспарыңыз қандай деп сұрақтарды қою керек. Өйткені біздің тәжірибемізде тіпті мынандай да кейстер болды. Кейбір адамдар келеді, енді жасы кеп қалған, шыны керек, бір 35-тен 40-қа таяған. Сөйтіп ол кісілер айтады, тіл оқуым керек еді дейді да, ағылшын тілін. Біз сұраймыз, не себепті, қандай мақсатпен десек, білмеймін, елдің бәрі оқып жүр ғой дейді. Бір пайдасы жарап қалар дейді. Енді бұл қаншалықты мысалы сенің ертеңгі бір мотивацияңа келетін жауап келмейді да, өйткені ол адам мына эмоциямен бір 2 аптаға шабуы мүмкін бәлкім. Жаңағыдай, ағылшын тілін үйреніп бастадым деп 2-3 аптаға дейін шабуы мүмкін. Бірақ 3 айға, 4 айға, 6 айға тіреген кезде ол адам жанып кетеді. Немесе жалығып кетеді. Осыны біз ескеруіміз керек та. Жаңағыдай, мен әдетте осы бір лекцияларға немесе бір семинарларға шақырған кезде осы нәрсені қатты бір астын сызып тұрып айтамын да әрдайым. Мақсаттарыңыз бен жоспарларыңыз нақты болсын. Айқындап алыңыз. Кез келген бір процеске кіріспей тұрып, ол кәсіп бола ма, ол мәшіне айдау бола ма, ол жаңағыдай кітап жазу бола ма, тіл үйрену бола ма, шетелге оқуға түсудің өзін қандай мақсатпен сөзің да? Жай ғана шетел көріп келу болса, әшейін саяхаттап келгенің абзал да оданша. Ол жерде ертең түсіп алып, тезистарын тапсырасын, диссертацияң болады, анау болады, мынау болады, саяхаттап та үлгермеуі мүмкін да адам. Сондықтан осы нәрселерді адам өзі үшін айқындап алса, менің бара жатқан жолым, жол картам қандай, мақсатым қандай, жоспарым қандай десе, онда жаңағыда сіз айтқандай процесс әлде қайда жеңілдей түсуі мүмкін адам үшін.
Ал енді қабілет пен икем мәселесі, оны осылай ажыратсақ болады. Бағана кәсіпкерлердің мысалын келтірдіңіз ғой, әдемі келтірдіңіз негізі. Кәсіпкерліктің де өзінің деңгейлері болады ғой негізі. Анау бір еңді elementary, pre-intermediate дегендей динозавр мысалы кәсіпкерлерімізде бар да. Ол ағалардың сіздердің деңгейлеріңізге жету, ол тек қана сенің жаңа интеллектуалды қабілетіңмен ғана өлшенмейді да ол. Ол жерде тәуекелдің де деңгейі бар, ол жерде жаңағыдай сұхбат жүргізудің де деңгейі бар. Адамдармен жылы мәміледе болудың да өзі ол өнер ғой. Мысалы, осының бәрін адамдар түсінбейді да. Жаңа мен кәсіпкер, мен кейде өзімнің кіші бауырларыма, інілеріме айтып отырамын, мен кәсіпкер болғым келеді, сіз сияқты мектеп ашқым келеді. Сен үшін қазір абзалы ол мектеп ашу емес деймін да, сен үшін абзалы ол жай ғана ағылшын тілінен сабақ беріп бастау да. Бір группа жинап, 3-4 адам, соны бір кемеліне жеткізіп, қандай дүниеде жалпы әлемде қандай методикалар бар. Алдымен сенің мақсатың керемет методист болып алу ғой. Былайша айтқанда, анау өніміңді пісіріп алу. Одан кейін барып оны жағдай сен кәсіпке жұмсайсың ба, адам жинайсың ба? Өйткені Дулат аға өзіңіз білесіз, сабақ беру бір бөлек, кәсіп жүргізу ол мүлдем басқа сала, мүлдем басқа бағыт қой, шыны керек. Әрине. Енді ол кәсіпке байланысты сұрақтарға қазір келеміз. Бизнес модель жайында, юнит экономика жайында талқылап көргім келеді. Ол енді тек қана бизнестегі жетіл несін жобасын тексерудегі мақсат емес, жалпы біздің сөйлесіп отырған әңгімеміздің басқаларға да пайдасы тисін деген мақсатта. Жаңа жақсы айттық, иә. Айтпақшы, міне Мадидің айтып отырған полиглот құпиясы деген кітап екен. Тіл үйренудің сіз білмейтін сырлары. Дина Төлепберген пікір жазған екен, Азамат Ысқақов, Өркен Кенжебек, керемет. Енді бұл нәрсені мен балаларыммен талқылап оқуға тырысайын. Неге? Себебі мен де балаларыма тілді үйренудің маңызы туралы айтам. Бірақ жаңа енді олардың тектен келген, аз да болса оған қабілеті мен икемі бар шығар деп өзім топшылаймын. Бірақ ең жақсы нәрсені жаңа қозғадық, тіл үйрену үшін мотивация керек. Неге? Себебі тіл үйрену процесі, енді өмірде біраз нәрселерді көрдік қой, ең қиын ауыр процестердің бірі. Енді кейбір адамдарға жеңіл болғанмен, ол бәрібір технология білгеннен кейін, бірақ та бәрібір мотивация керек. Мотивация болмайтын болса, онда ол жаңағыдай қысқа мерзімде 1-2 апта шапқылауы мүмкін, одан кейін ұзақ мерзімді, ұзақ шабысқа төтеп бере алмайтынына толық келісем. Кейбір адамдармен мен кейде танысып қалған кезде, сөйлескен кезде шетелдің өзінде орыс тілін білетін шетелдіктер бар. Жалпы американдықтардың арасында бір тілден артық тіл білу өте сирек кездесетін құбылыс. Неге? Себебі олардың басым көпшілігінде мотивация жоқ. Басқа жаққа бару, басқа жақтың өркениетін көру, жақсы өмір іздеу деген мотивация жоқ. Сондықтан да көптеген жаңағы локалды американдықтар бір тілді болып келеді. Кейбіреулердің арасында орыс тілді адамдарды кездестіріп қалып, олармен орысша сөйлескен кезде орыс тілін неге үйрендің деп сұраймыз ғой. Сол кезде олардың мотивациясы махаббат болған екен. Орыстың қызына ғашық болған. Тағы да бір осы біздің Қазақстанда кәсіп жасайтын бір американдық азамат бар, Крис деген. Ол кісі орыс тілін қоя тұрып, қазақ тілінде сөйлейді. Қазақ тілінде сөйлейтініне мен қуанам. Бірақ та әрине төмендеу сапасы, бірақ енді біз әйтеуір 1-2 ауыз сөз сөйлесе қуанамыз ғой басқа ұлттың. Ол кісінің де жұбайы біздің қазақ апайымыз, сол махаббат негізінде тіл үйренуге негізге түрткі болған дүние. Ал енді сол мотивацияны жаңа айттық қой, 90%-ында қиындау болады деп. Сонда сол мотивациясы жоқ адамдарға, Мади, не істейміз? Яғни мотивация жоқ болса, онда оны тіл курсына жазамыз ба, әлде ол адамға басқа бағыт береміз бе? Не істейсің? Өте жақсы сұрақ. Мотивациясы жоқ болса, үйренудің қажеті жоқ деп жауап беремін. Өйткені мотивация деген нәрсені біз өзіміз андай бір дұрыс емес қабылдаймыз да, ол баста бір анау қате бір адамдардың ойымен немесе
адамдар не айтады екен деген мына сырттан алған мотивацияның себебінен әрекет етуге тырысамыз да. Негізі ол дұрыс емес. Мотивация ол табиғи түрде өзі бір іштей шығу керек та адамның бойында. Жаңағыдай шетелге оқуым түсу керек, немесе IELTS тапсыруым керек, немесе жаңағыдай білмеймін бір аудармашы болып жұмыс істегім келеді деген бір іштей өзі бір құлшыныс болады адамда. Оның өзі жеткілікті негізі. Бірақ енді жаңағы жол жөнекей адам кейде өшіп жатады, мотивациясы кейде қайттан пайда болып жатады, қайттан өрбіп жатады дегендей. Жол жөнекей адам айтып отырмын ғой, жаңағы жол картасын егер әдемілеп сызып алса, немесе прогрессін өлшей алса, мысалы А нүктесі мен Б нүктесі дейтін бір прогресс бар. Прогресс көрінген кезде адам өзі әсерленеді негізі. Онда бір анықтайық. 8 тілді үйренуге Мади Фазылға не мотивация болды? Мен әрқайсысына жеке-жеке тоқталайын, қызық болсын. Енді қазақ тілі түсінікті, өзіміздің ана тіліміз. Мен негізі өзім орыс тілді балабақшаға барамын. Талдықорған қаласында ол кезде қазақ тілді бақша жоқ. Сөйтіп ата әжемнің қолында өскен баламын, ол кісілердің арқасында қазақ тілі, Аллаға шүкір, орыс тілді балабақшаға барып, сөйтіп белгілі бір уақытта орыс тілінде тіліміз шығады. Одан кейін қазақ тілді мектепке ораламын. Алматы қаласына осы жерге келіп, ата-анамыздың қолына келіп, қазақ тілді мектеп 11 сынып қазақ тілінде бітірем. Бірінші сыныптан бастап анамның сіңлісі, менің әпкем, ағылшын тілі мұғалім еді. Сол кісінің қамшылауымен ағылшын тілін оқыдым ғой. Ан жақта керек етіп жатырмын ба, оны керек емес па білмеймін. Әйтеуір құйып жатыр. Мынау саған ертең болашақта керек болады деп анамыз әйтеуір қамшылап оқытты. Абай атамыз айтқандай балаға қинап беру керек дейді ғой. Рас. Ол кезде бала түсінбейді негізі. Бірақ ертеңгі күні рахмет айтады бәрібір. Сөйтіп ағылшын тілін оқыдық. Одан кейін 9-10 сынып жаңағы болашақ мамандығыңды таңдайтын, таңдау пәнің қайсысын таңдаймыз деп уайымдап сөйтіп біраз ойлап жүрген кезіміз. Мен сол кезде ағылшын тілінен республикалық олимпиадаға түстім да, республикадан орын алдым ағылшын тілінен. Сөйтіп ол бізге жаңағыдай квотамен грантқа түсіп кетуге мүмкіндік берді. Шетелге? Қазақ ұлттық университетіне. Қазақ ұлттық университеті. Қазақ ұлттық университетінен шығыстану факультетіне мен бірінші курсқа түстім. Ол жерде 1 жыл оқып, одан кейін бізге жаңағыдай көп ұсыныстар келді шетелден. 2 диплом бағдарламасымен мен Жапонияға оқуға түсіп кеттім. Осы жерде бірдеңе анықтай салуға бола ма? 9-шы жаңағы студент кезде ағылшын тілі қазіргі деңгейде болды ғой, иә? Иә, десем болатын шығар. Болады, иә? Онда күшті, керемет. Өйткені мен өзім жаңағы енді балалық кезде сол жұмыс істегім келеді ғой, енді бәрібір өзі қалтаңда бір ақша болса, артық ақшаң болса деп. Сөйтіп анама айтамын ғой, мен официант болғым келеді. Немесе өзім ол кезде қатты музыкаға қызығып жүрген кезім еді, гитара ойнап ән айтып дегендей. Ан жақта бір не бар екен, студия бар екен, сол жерде музыка жазғым келеді, немесе Арбатқа барып кейде ән айтып келесің гитарамен, ондай кездерімізде. Ағылшын тілінде ме? Ағылшын, қазақ, орыс жібере бересің. Сөйтіп анам оған көңілі толмайды да, не қылып жүрсің дейді да. Ең болмағанда барып сабақ берсе дейді, ағылшын тілінде. Elementary, pre-intermediate деңгейіне сабақ берсең болады дейді да. Сөйтіп үйіміздің қасымызда кішігірім бір курс бар еді. Енді мен ол кезде баламын әлі, шыны керек, 8-9 оқитын кез. Анам сол кезде сол курсқа барып, сол жерде сабақ беріп жүрген кісіге жолығып сұраған ғой, менің балам ағылшын тілін жақсы біледі, сіздерде сабақ берсе бола ма деп. Сөйтіп енді ашылып жатқан орталық екен, жақсы кесін деп, анам сөйтіп мені жіберді ғой тізгіндеп. Бар, көр, өзің бағыңды сынап көр деп. Сөйтіп сол кезден бастап жаңағыдай сабақ беріп бастадық. Ағылшын тілі деңгейі кәдімгідей бір дамып көтеріле бастады. Одан кейін осы болашағымызды тілдермен байланыстыратын шығарымыз деп, сол ағылшын тілін таңдау пәні ретінде таңдап оқуға түстік. Сөйтіп Жапонияға оқуға түстік. Енді бұл жерде маңызды бір заңды сұрақ туындайды. Неге Жапония? Енді мен бүйтіп ойладым. Мен мысалы қазір жақсы бакалаврға түстім. 4 жыл европалық тілді оқып әлек болғым келмейді дедім. Мен ана оқуға түссем кішкене қиыннан өзімді бір қинап оқығанды кішкене мазохисті сондай бір неміз бар енді табиғатымызда. Мен бір Қытай тілін, не Жапон тілін, не жағдай кәріс тілін оқығым келді. 4 жылымды осы бір қиын тілге жұмсағым келді. Сөйтіп енді қандай мамандықтар бар екен деп сол шығыстану мамандығы шығыпты алдымнан. Ол жерге түскеннен кейін біз 1 жыл оқып
ана енді шыны керек тиісіп қашып жүрдік универ кезінде бірінші курста. Қатты көңілім толмады да, сөйтіп бағдарламалар түскен кезде бірден сол Жапонияға оқуға түстім. 3 жыл сол жерде бакалавр оқып, Цукуба университетінде білім алдық. Ол жерде білім толықтай жапон тілінде берілді. Токиода ғой, Токионың қарамағында префектура бар, Ибараки деген. Сол Ибараки префектурасының Цукуба деген қаласы. Үлкен университет енді Жапониядағы 2-ші орын алады. Аймағынан. Білімі де жақсы, маған өте ұнады. Тегін болды ғой? Тегін болды, иә. Грантта оқыдым. Ол кезде шәкіртақысы шамамен бір 80 мың йен, 250 мың теңгедей. Бірақ ол білесіз өзіңіз, Жапонияда ол ештеңе емес. Ол ана жатақханаңнан артылып жатса да жақсы да. Сөйтіп қой, бұл шәкіртқа қарап қоймайық, қосымша жұмыс та істедім. Жапондық Макдональдсқа кіріп ап, ол жерде кассир болып, анау қызығы сол кезде Жапонияда жұмыс істегенімнен үлкен бір пайдасы тиді. Жапондардың сандарын жаттап алдым ғой. Өйткені кассада тұрасың, әрбір кірген жағы клиентпен сөйлесесің, жапонша сандарды айтасың, судай жаттап алдым, шүкір. Әйтпесе кішкене қиналғанымыз бар еді Қазақстанда жүріп. Сөйтіп әйтеуір бір амалдап, пайдалысын да көріп, қызығын да көріп, әйтеуір Жапониядан білім алып келдік. Одан кейін Жапонияда бізде енді кредитный система болды, жаңа пән таңдауың керек әр семестрге. Сөйтіп бір шетел тілін таңдауымыз керек еді, шет тілін. Ол кезде бізге енді ол жерде бұрыннан бері бар студенттеріміз, ағайындарымыз айтатын, орыс тілін таңдайса сай дейді да. Басты қатырмайсың, кредитің түгел болады, бастысы сабанға барып келіп жүресің, бірақ уақытың болады дейді да. Менің оған көңілім толмады. Жоқ, мен қалай ол орыс бір түрлі ғой дедім да. Оқысаң кішкене түбін түсіріп оқыған дұрыс қой деп, не испан, не француз тілдерін таңдағым келді. Сөйтіп қарадым, бір ойланып, осы испан тілі өзіме ұнайды деп, ол кезде анау испан тілінде енді Netflixте неше түрлі сериалдар шығып атқан кезде, анау Карточный дом деген, La Casa de Papel, одан Elite сияқты, Las Damas de Cables деген сияқты көп сериалдар шығып атқан еді. Оларды енді оригинал тілінде көргім келеді. Сосын қызығы группада, біз оқыған топта 70% Латын Америкасынан келген студенттер ғой. Сөйлесетін адам бар. Иә, Чили, Колумбия, Боливиясы бар, Мексикадан, одан кейін испандардың өздері. Олар өзара бәрі испанша сөйлейді. Бір кіріп бір сөйлесең десең де болмайды. Сөйтіп ағылшынша амалдап сөйлесесің. Міне сол жерден мотивация шығады да сөйтіп. Құрсын, Жапонияда оқып жүрмін 3 жыл. Олай болса қосымша бір тілді алайын деп, сөйтіп испан тілін подкурс ретінде алып жүрдік. Сөйтіп испан тілімен тарихымыз басталып кетті. Одан кейін елге оралып, енді бір ойланып қарасам, бір 5-6 тілді біледі екем. Түрік тілінде оқи салайыншы дедім. Енді бір ол қатты қазақ тіліне енді ұқсаған жақын тіл, бір отбасынан шыққан ғой, түркі тілдес. Сөйтіп түрік тілін оқып бастадым. Қатты қиынға соқпады ол. Сол Түркияға барып, біраз саяхаттап, Стамбул қаласында тұрып сөйлесіп, әйтеуір амалдап жүрдік. Одан кейін енді үлкен бір мотивациялардың бірі сол түрік тілімен тоқтайтын шығар деп ойлап едім өзім негізі. Ол кезде ақ блог жүргізіп, осы тілдерді насихаттап жүрген кезіміз еді. Одан кейін енді бір отбасы құрып, сөйтіп жаңағыдай амалдаған кезде менің жарым өзі басқа ұлт өкілі. Араб ұлтынан. Алжир оның ішінде. Енді өзіңіз білесіз, сол жерде араб тілі мен француз тілінде сөйлейді. Сөйтіп, ол да бір жеке өз алдына тарих болып, мотивация енді былай француз тілін, не араб тілін үйрену. Мотивация махаббат болған екен ғой. Махаббат болды. Оны ашық айта аламын. Бірақ дегенмен мен өзі таңғаламын, мен негізі жоспарымда болған еді осы араб тілі мен француз тілін оқу. Алла тағаланың бір несі деп ойлаймын, бір алдымнан әкеліп қойғаны ше. Нығметі, сөйтіп, сол енді осы бір 8 тілді қазір арқалап жүрміз, шүкір. Керемет. Енді анау Әбілқайыр деген азаматпен болған сұхбатты қарап отырсам, сол жерде
ол азаматтың араб тілін үйрететін курстары бар екен. Сол жерде тыңдадым. Хинди қызық болып жатыр. Одан кейін кәрістердің дорамасын көргеннен кейін кәріс тілі де қызық дегенді. Рас. Мен өзім жалпы енді еркін сондай бір коммуникативті тұлға болған себепті де шетелдіктермен барып сұхбаттасып жүргенім де сол ғой негізі. Өйткені бәрі бір адамдармен сөйлескің келеді, ішкі бір табиғатыңды, ішкі бір қалауыңды өшіріп қойсаң да болмайды да. Өйткені ішкі қалау не деп тұр, жүрегің не деп тұр, солай қарай жүрген дұрыс та деп ойлаймын өзім. Енді жаңағы мотивациядан басталған өмірдегі ситуацияларды естіп отырып, шыны керек, Мадимен қатты риза болып отырмын. Бұл тек қана жаңағы тілдің маңайындағы әңгімелесу емес, Мадидің студент болып жүріп, өзінің біріншіден қалтасына, жалпы жанұясына қолғабыс ретінде ағылшын тілінен сабақ беруі, білетін өзінің кәсібін монетизация жасау деп айтсақ, енді кәсіптің тілінде рас қой. Одан кейін Жапонияға барып, енді білмеймін, ол ресми рұқсат етілген бе, етілмеген бе, бірақ амалын тауып Макдональдста жұмыс істеудің өзі де. Біздің негізі өте жақсы айттыңыз. Бізде Жапонияда 2 программа бар. Біреусі Next, естіген шығарсыз, біреусі Jasso. Next'та рұқсат етілмеген негізі жұмыс істеу. Олар тек жаңа сабаққа ғана көңіл бөлетін адамдар да. Jassода рұқсат етілген да. Сондықтан амалдап әйтеуір шықтық қой. Violation жоқ қой ешқандай. Жақсы. Соның өзі де негізінде көп адамға үлкен бір сабақ деп ойлаймын. Себебі алдында ғана осы бір әңгіме болды бізде, осы ораза айына байланысты Имам Батырбек деген азаматпен. Сол кезде ол кісінің айтқан сөздерінің арасында қазіргі таңда жастардың көбі әке-шешесіне толық иек артып арқасына мініп алған, жаңағы шәкіртақаны былай тұрсын, одан да бөлек дүниелердің бәрін тек қана ата-анасынан ғана күтеді деген дүние бар. Енді бұл жерде бала күнінен қаржыға деген үлкен жауапкершілік, отбасының бюджетіне деген қолғабыс, ол болашақта да жаңағы кәсіпкерлікке алып келетін алғашқы қадамдардың бірі. Өте қуаныштымын. Енді менің бар ғой өз басым, жаңағы осы нәрсені неге айтып отыр, маған қызық болып отыр. Себебі енді менің өзімнің мотивациям түсінікті. Ағылшын тілін үйрену, бірақ енді менің өкінішті бармағымда да істейтін сәттерім бар. Себебі мен мектеп кезінде, студент кезінде осы Алматыда, Қазақстанда жүріп оқыдым. Бірақ та қатты бір көңіл бөліп оқымаған сияқтымын. Содан кейін алғашқы университетті бітіргеннен кейін 2003-тен бастап, енді 2002-2003-тен бастап, ол кездегі сол 20 жастағы кезіміз ғой, 20-21 жастағы кезіміз. Содан кейін 27 жасыма дейін ағылшын тілін үйреніп тастап кеткен. Ал ол ең қажет, ең алтын уақыт еді. Сол алтын уақытты жоғалтып алғаныма өкінемін. Себебі Гарвардтың өзінде дәріс тыңдап отқанда кейбір сәттерде ең жақсы түсінгенде мен 80%-ын түсінемін. Сондықтан да енді өзіміздің жас кездегі өткізіп алған уақытқа қатты қынжылам. Себебі енді Мади әлі 30-ға толған жоқ сәт бар. Сондықтан да осы уақытта қазіргі 8 тілдің бекітілгені, одан кейін тағы да 2 тілдің үйреніп жатқаны, ол ең керемет тіл оқитын уақыт. Себебі жақында ғана бір профессордың сөзін тыңдадым, орыс тіліндегі үлкен профессор, шамасы МГУ-да ма дәріс оқып отыр. Сол кезде студенттерге айтады, сендер қазір ең алтын жастасыңдар. Қазіргі үйренген, қазіргі жаттаған, қазіргі оқыған барлық ақпараттарың, білімдерің сендермен өмір бойы қалады. Ал өзі ол 80 жастың маңайында отырған үлкен профессор, ол айтады, мен қазірде көп оқимын, бірақ мен қазір оқимын, бір аптадан кейін ұмытып қаламын. Себебі есте сақтау функциясы жас келген сайын енді уақыт көрсетеді кейін. Сол үшін егерде өмірлік өткен жолы байқадым, сұхбаттарда өмірлік миссияларды анықтап жүрген азамат екеніңізді, Мади, соған байланысты енді менде бір 15-20 тілді білу керек дейтін болса, 30 жасқа дейін қам жасап қалу керек сияқты да. Кейін барған сайын қиындай түседі. Оны мен жаңағы өзімнің тәжірибемнен білем. Сол сәттен жаңағы балаларыма, менің балаларымның барлығы 3 тілде сөйлейді. Қазақ, орыс, ағылшын тілінде бәрінің деңгейі бірдей болмаса да, бірақ мен оларға тағы да тіл үйреніңдерші десем,
соларға мотивация таба алмай жүрмін. Сол мотивацияны сұрап отқаным сол ғой. Мен айтып кетейін, негізі ана бір өзімнің жақын бір бауырым бар, сол өзінің де балалары бар. Сол 2 оқитын, жаңағы 5 оқитын 2 баласы бар. Қамшыласам да, ұрыссам да, тоқашын берсем де үйренгісі келмейді дейді да. Мен айтам, Айдос аға, сіз жаңағы балаларыңызды шетелге шығарасыз ғой деймін да. Иә дейді да. Бірақ шығарғаныңыз тек Дубай ғой деймін да. Басқа тілде сөйлейтін шетелге шығарып көрсеңізші деймін да балаларыңызды. Және ол жерде анау гид жалдамай, немесе анау балалардың қастарында жүре бермей, бір свободное плавание дейді ғой. Бір жіберіп көріңіздерші сондайға деймін да. Бала өзі табиғи қызығушылығы ашылады деймін да. Мысалы, андай қазіргі таңда жаздық неше түрлі курстар бар. Егер тіл оқыған келсе, ағылшын тілін оқыған келсе Америкаға жіберетін, француз тілін оқыған келсе жаңағыдай Францияға жіберетін, испан тілін оқыған келсе Испанияға жіберетін турлар бар да. Мысалы, балаң үшін енді жұмсауға болады да ол қаржыны. Бірақ анау ортаға түскеннен кейін бала кәдімгідей деген анау тілге деген қызығушылығы ашылып, ол анау 1000 рет лекция оқығаннан әлдеқайда пайдалы да сол нәрсе. Қызық идея. Енді мен өзім жалпы саяхаттағыш адамдардың бірімін. 54 болдым қазіргі барған мемлекеттерім. Енді соңғы жылдары балаларым да сол менімен бірге ілесіп жүріп, қазір әрқайсында кемінде бір 20-25 мемлекеттің тізімі бар, иә. Бірақ мынандай нәрсе болды. Мысалы, мен оларға айтам, қазір Қытай тілін үйреніңдер деп сияқты, иә. Енді біздің қазіргі уақытта қажетті тілдердің бірі ғой. Былтыр 1 жыл бұрын сол екеуін Қытайға ілестіріп апардым. Пекинде болдық, Бейжіңде, одан кейін Шанхайда болдық. Екеуі өз жеп бөлек кетіп қыдырды, Шанхайдың Диснейлендіне барды деген сияқты. Бірақ бір сұмдықтау нәрсе, олар сол бар ағылшын тілдерімен шығып кетіп жүрді. Бұл жерде не істеу керек? Оқуға жіберу керек қой. Мақсатты түрде оқуға жіберу керек. Өйткені оқудың атмосферасы дейді ғой, ол бәрібір бөлек болады. Ол анау сіздер енді жаңа қыдырып келіп жүрсіздер ғой. Жақсы да ол болады да, амалдау. Бірақ оқуға жіберген кезде балада бәрібір жауапкершілік болады да. Анау мен бұл жерге, менің жалпы мақсатым бұл жерге келудегі оқу да болды. Қыдырады, ананы көреді, бір күні бітеді да, ол бәрібір қыдырған бітеді. Оқулық қолыма алу керек екен ғой деп бәрібір не істейді да ол. Жақсы, ойланып көрейік. Енді кішкене кәсіпке қарай келейік, иә, Мади. Қазіргі жасап жүрген кәсібіңіз сол жетіл ғой, иә? Одан басқа жоқ қой қазіргі таңда. Жоқ. Енді мен бірең сараң жобаларда медиа амбассадор болып жүргенім бар, бірақ ол кәсіпке жатпайды ол. Жақсы. Бұл енді былай қарасаң жеңіл, тіл мектебінің бизнес моделі тек қана сол келіп оқитын адамдардың төлейтін жарнасы ма, табыс тек қана осыдан түсе ма, әлде басқа да элементтері бар ма табыс табатын? Өте жақсы сұрақ. Жалпы біз 4 жылға таяп қалды осы жетіл KZ шет тілдер мектебін ашқанымызға. Және біз о баста бұл проектіні тек қана жаңағыдай курстан ғана табыс көретін мекеме ретінде ғана емес. Біз жалпы мына өзіңіз жақсы білесіз, сіздер сияқты тұлғалармен қатты бақылап та бизнес кәсіптеріне көз жүгіртіп те жүрмін. Біз холдинг ретінде дамуды жөн көрдік та. Өйткені білім беру холдинг ретінде, мысалы бізде қазір жасап жатқан жобаларымыздан енді мына кітапты айтпақшы, сол бірден бір жетіл холдингінің астынан шыққан дүние. Негізгі продуктымыз, әлбетте негізгі өніміміз бұл тіл курстары, бірақ біз тек ағылшын тілі курстарымен ғана шектелмедік. Біз ағылшын тілі, түрік тілі, араб тілі, қазақ, орыс тілдерін де қостық қазір. Одан кейін IELTS, TOEFL емтихандарына дайындық бар бізде. Одан кейін қызығы енді қазір жаһанданумен елдің көбісі осы тиімді екен деп тек онлайн бағытқа ғана көшіп жатыр да. Жаңағы тек онлайн сабақ беру жоқ. Біз тәуекел еттік, 2 бағытта да дамимыз деп шештік. Құдай Аллаға шүкір, қазір Алматы қаласында 2 филиалымыз бар, 2 мектебіміз бар. Соларды дамытып жатырмыз. Онлайн да офлайн, яғни адамның өзінің таңдауына қарай. Өйткені қанша жерден онлайн керемет болса да, платформаң болса да, сайтың болса да, онлайнды жақтырмайтын адамдар бар. Барып
ұстаздың алдында отырып тақтаға сызып тұрып үйренетін адамдар бар әлі де. Оларды сен жоққа шығара алмайсың. Одан кейін біз жаңағыдай өзіміздің мұғалімдерге арналған маусымына бір ұйымдастыратын конференциямыз бар. Ол мұғалімдердің жаңағыдай педагогикалық дағдыларын дамыту мақсатында. Ағылшын тілі мұғалімдері ме? Жоқ, жалпы мұғалімдерге. Негізі о баста ағылшын тілі жалпы тіл мұғалімдеріне арнап жасалған едік. Бірақ филологтарға. Иә, бірақ уақыт өте біз жалпы педагогикаға қызығушылығы бар, былайша айтқанда білімге мұқтаж болып жүрген жастарды көрдік та, сөйтіп жалпы мұғалімдерге арнап жасадық. Шүкір, қазір 5-шісі ұйымдастырылайын деп жатыр. 2025-те 4-еуін қатар ұйымдастырдық. Өте жақсы нәтиже болды. Тіпті осы Алматы, Астана қаласында жергілікті көп университеттермен де жаңағы жекеменшік мектептермен де біз меморандумға қол қойып, олардың мұғалімдерін оқыту, яғни жаңағыдай сол педагогикалық тағылымдамадан өту дегенді біз қол қойған едік сондай неге, контрактке. Дегендей жобамыз бар. Одан кейін бірден бір жобамыз, ол біз алғашқылардың бірі болып Қазақстанда ағылшын тілді видео подкаст жасадық. Яғни бізге дейін ешкім жасамаған, ол жетіл подкаст, қазіргі уақытқа дейін 30-ға жуық эпизод шыққан, бәрі түгелдей ағылшын тілінде, тек қана. Қазақстан жайлы. Қазақстан тематикасы да бар ішінде. Бұл не үшін жасалған дүние? Өйткені біз мынадай бір мұқтаждық байқадық та, подкаст көр дейміз, интервью көр дейміз, бірақ көбісі шетелдік подкасттарды көреді, BBC-ні тыңдайды жаңағыдай, Аль-Жазираны тыңдайды, бірақ ол жақтың жағдаяты бізге қаншалықты жақын. Сен тыңдайсың, керемет, бірақ Қазақстан деген шетте қалып жатыр да. Сөйтіп біз жаңа бір мұқтаждық байқап, ағылшын тілінде алғашқы видео подкаст жасап шығардық. Көптеген жұлдыздарды шақырдық ол жерге, мысалы өзіңіз білетін Юджи Белеза деген полиглот досымыз бар, оны да шақырдық, 2 рет келіп кетті. Одан кейін біраз Ұлыбританиядан келген жаңағы кітап авторларын шақырдық ол жерге. Олар өз еңбектерімен бөлісті. Негізі біздегі мақсат сол ағылшын тілді подкастымызға енді жаңағыдай әлемдік деңгейдегі жұлдыздарды шақыру еді негізі. Өйткені біз Қазақ туризм, Алматы туризм бюромен жақсы бір байланыс орнатқан едік. Ол кісілер енді білесіз, әсіресе 25-те бізге Қазақстанға көп жұлдыздар келді. Әлемдік жұлдыздар келді. Өзіңіз білетіңіздей, әлемдік жұлдыздар World Tour ұйымдастыратын болса, міндетті түрде сол баратын мемлекеттің ең болмағанда бір радио шоуына немесе подкастына қатысып кетеді, бір ағылшын тілінде сұхбат беріп кетеді. Мен осы нәрсені Қазақ туризмға да ұсындым да, олар келетін кезде жарайды енді бір Дженнифер Лопесті айтпай қояйын, бірақ келіп жатқан жаңағы неше түрлі блогерлер бар, соларды бізге жіберсеңіздерші дедім да. Коллаборациямен күшті нәрсе жасасақ болады, және де бұл тек қана біздің пайдамыз үшін ғана емес, бұл Қазақстан үшін үлкен имиджевый жобада негізі. Ағылшын тілінде сұхбат беріп жатыр деген нәрсе Қазақстанда. Бұл өте күшті дүние болар еді деп осыны ұсынған едім. Енді Құдай қаласа ол да бір реті кеп қалар дегендей. Сосын енді бізде осындай сияқты бірең-сараң жобаларымыз бар. Оқырман клубы бар бізде, әрдайым ұйымдастырылатын, және қазір бірден бар жасап жатқанымыз ол шетелге оқуға түсіру бағыты. Яғни подключ дейді ғой, былайша айтқанда. Өзінің біздегі білімін алады, IELTS-ын тапсырады, одан кейін бірден шетелге оқуға түсіру бағытында қосып жатырмыз. Енді кішігірім осындай бір холдинг форматында дамып жатырмыз. Бәрекелді. Енді холдинг деп те айтуға болатын шығар, болашақта әумин холдинг болсын. Бірақ жалпы барлығы айналып келген кезде сол тілдің төңірегіндегі дүниелер, мен жалпы енді ол менің субъективті, өзімнің пікірім мен ойым, өмірдегі ұстанымым, позициям. Біз алғашқы Forbes-тың журналын көрген кезде, алғашқы тізімдер шыққан кезде қарап, сол тізімде тұрған азаматтардың әрқайсының бірнеше бағыттағы бизнесі бар екендігін көріп, соған қызығатынбыз. Содан кейін мен сол кездегі қалыптастырған өзім түсінген ойым, егер сен мықты кәсіпкер болатын болсаң, яғни сенде диверсификация болу керек, сен бірнеше бағытта сен мұнаймен де айналысасың, қаржымен де айналысасың, медицинамен айналысасың, құрылыспен айналысасың деп ойлағам. Соны сол ойлап, сол бағытта бірнеше бағытта жүріп те көрдік. Бірақ бұл жерде андай бір қақпанға түсіп қалмау керек те. Әр бағыттағы бизнес ол дефокус.
дефокус бір, екіншіден сен бір істеген нәрсені әр жерде қайталау керексің. Ол жерде стратегия жасадың ба бір бағытта, яғни сен 5 бағытта стратегия жасау керексің, стратегиялық сессия өткізу керексің, оны жеткізу керексің. Ол жерде маркетинг қойдың ба, 5 жерде 5 түрлі маркетинг қою керексің, әр жерде клиенттің портреті әртүрлі. Яғни бір жасаған нәрсеңді әр жақта жүре бересің. Осыдан 2 жыл бұрын Қазақстанға Booking.com'ның негізін қалаушылардың бірі келді. Сол кезде, сол азаматпен сөйлескен кезде, сұхбат жасаған кезде ол айтты, Amazon жеткізудің, тасымалдың чемпионы. Ол кітап сатудың чемпион болған жоқ, ол кітапты жылдам жеткізді. Содан чемпион болды. Тағы да, мысалы үшін, өздерінің бизнес айтады. Booking.com жылдам қонақ үйдің бөлмелерін тауып берудің алгоритмнің чемпионы. Сондықтан да біз сол бағытта чемпионбыз. Әркім өз бағытында бір бағытта чемпион болса, керемет, себебі сен мысалы үшін енді бір жүзудің бірнеше медаль алған Фелпс бар, бірақ та бокстан да чемпион, күрестен де чемпион, немесе биатлоннан чемпион болған адам жоқ қой олимпиадада. Сол сияқты енді чемпион болатын жақты таңдап алған дұрыс шығар деп ойлаймын. Енді жаңа қызық ситуация болды, кәсіпке жақынырақ болайық деп айтып отырған ойым ғой. Онлайн бар, офлайн бар. Енді басқа әлі қалыптаспаған модельдерді қарастырмаған кезде тіл үйрету, бірінші кезекте сол ағылшын тілін үйренуге сұраныс көбірек шығар деп ойлаймын. Сол жерде юнит экономика, бір клиенттен түсетін пайда қалай? Ол офлайнда артығырақ па, онлайнда артығырақ па? Енді бұл жерде негізі әлбетте офлайн бағасы әлдеқайда жоғары, әрдайым. Өйткені ол жерде жеке бір не бар, подход дейді ғой. Ол бар. Одан кейін біз бүкіл дүниесімен қамтамасыз етеміз. Оқулығы бар. Одан кейін мысалы көп орталықтар әлі де қолданбайтын дүниелерді қолдануға тырысамыз. Мысалы делік digital screen. Яғни әр оқушы сабағымызға келген кезде ол міндетті түрде электронды өтеді сабақтың бәрін. Яғни тек тақта мұғалім ол орындық қана емес. Ол планшет емес, digital screen болады міндетті түрде. Сонымен өтеді сабақтарды. Одан кейін мысалы офлайн білім алуды одан сайын ыңғайлы және комфортты ету үшін біз бүкіл филиалдарымызда бір системамен кавралан қойдық. Аяқ киімін шешіп, яғни үйдегідей жүреді біздің оқушылар. Андай не жоқ. Біз ол нәрсені неге ол нәрсеге келдік десеңіз, өйткені Финляндияда осындай модель еткен. Финляндиядағы жекеменшік мектептердің көбісінде не екен? Кавралан төселген екен. Аяқ киім шешеді, үйіндегідей жүреді, өйткені жайлы да. Бұл модель оларға қайдан келдік десек, олар оны мешіттерден алған екен. Яғни мешіттерде адам өзін еркін жайлы сезіну керек екен. Осылай астарлап қарап, осындай бір былайша айтқанда не дейді ғой, жаңағындай exclusive point, мысалы сондайларды енгіздік. Шүкір, ол нәрсе кәдімгідей әсер етеді екен. Өйткені бізге келген бір адам ертеңгі күні LTV-сі оның жоғарылай береді екен. Қанша екен LTV? Lifetime бар? Енді минимум, мысалы бір келген бойда минимум 6 ай. 6 ай. Ал анау cost of client қалай? CAC? Енді әр кезде әрқалай. Бірақ бізде енді жаңағы маркетингтің де әр түрін қолданып жатырмыз ғой. Өзіміздің жеке брендте бар, таргет рекламада бар, ютубқа да, инстаграмға да шығатын жарнамамыз бар дегендей. Сосын мысалы сарафанный радио арқылы да біраз адам келеді. Тугис арқылы кейде адамдар келіп жатады, кітап арқылы келіп жатады мысалы. Сондықтан бұл жерде андай cost of client шығару кішкене қиындау. Дегенмен маркетинг шүкір бізде жан-жақты. Соның арқасында әйтеуір. Енді cost of client болғанда client acquisition cost дейді ғой, CAC деген. Жарайды. Енді ол әртүрлі жарнама каналдары бар. Қайсының конверсиясы жоғары екендігін бір орталығын шығаруға болады. Сонда жаңағы
клиенттің бір айға төлейтін жарнасы немесе бір периодқа төлейтін жарнасы, оны LTV-сіне көбейтеміз де, одан жаңағы CAC-ді алып тастасақ, негізі юнит экономика шығады да, сонда бір клиенттен қалатын таза табыс болатын шығар. Енді жаңағы ағылшын тілінен бөлек, жалпы мен енді қазақ тілі қоғамының вице-президенті болғаннан кейін, қазақ тіліне деген біздің ерекше көзқарасымыз болғаннан кейін, маған көп азаматтар хабарласып, тіпті өзіміздің қазақтар, қазақ тілін жақсы білмейтін бізге қазақ тілін үйренудің технологиясы жақсы, варианттар тауып берші, ұстаздар тауып берші дейді. Қазіргі таңда енді маған хабарласқаннан кейін, мен бұған сұраныс бар шығар деп топшылаймын, мен бұл бизнесте емеспін ғой. Жалпы қазақ тілін үйренуге деген сұраныс қалай? Ол ағылшын тілінен аз ба, көп па? Ол енді ағылшын тілімен салыстыруға келмейді. Келмейді, иә. Дегенмен қазақ тілі мен орыс тіліне сұраныс бар. Орыс тіліне де бар, орыс тіліне де бар екен. Оны кім оқиды сонда? Оны жергілікті өзіміздің Қазекең. Иә? Орыс тіліне. Әсіресе енді бұл андай ғой. Әсіресе мысалы ауыл жерден қалаға келген қазақтар кішкене орыс тілге осал келеді. Сондықтан да қатты қажеттілік көреді. Осы жерде қысылады, осы жерде жүрген себепті, тіпті қарапайым кофейняның өзіне барған кезде жаңағындай орыс тілі жетпей тұрса, қазақ тілінде тапсырыс беруге ұялады. Мысалы кейбір кісілер бар да. Сондықтан осындай себептерден немесе такси мысалы тапсырыс берген кезде енді әртүрлі себептермен қажеттілік байқалады. Орыс тіліне де, ал қазақ тіліне деген қажеттілік бұл өзіміздің сол Орекең бар, Қазекең бар, қалада тұрып атқан, бала кезден орыс тілінде тәрбие көрген, бала кезден орыс тілді мектепте оқығандар сол қазақ тіліне мұқтаж болып жүреді әдетте. Екі тілдің мәселесі осылай болып жүр бізде қазір. Мына кісілер жаңағындай орыс тіліне мұқтаж, мына кісілер қазақ тіліне мұқтаж болып әйтеуір осылай. Енді сұраныс ағылшын тілімен салыстыратын болсақ, ағылшын тілі 100% деп алайық, иә? Орыс тілі қанша, қазақ тілі қанша? Орыс тіліне деген сұраныс шамамен бір 30% десек, қазақ тіліне одан сәл жоғарырақ 40% десек болатын шығар шамамен. Сәл жоғарырақ, иә? Ал қазіргі таңда өздеріңіздің мектептеріңіздің жеке дамытқан технологиясы бар ма қазақ тілін үйрететін? Иә, бізде өзіміздің жеке методистіміз бар. Осы біз жұмысымызды бастаған кезде бірден сол Мишель Томас методикасына негіздеп құрдық программаның бәрін. Қазір сол методиканы біз бүкіл тілдерге қолданамыз. Тек ағылшын тіліне ғана емес, қазақ тілін оқытқан кезде де, түрік тілін, орыс тілін оқытқан кезде де біз осы методиканы қолданамыз, иә. Ал қазақ тілін оқытқан кездегі нәтиже қалай болып жатыр? Адамдар шынымен де қазақ тілін жылдам игеріп жатыр ма? Иә, шүкір, бізде айтып отырмын ғой, таңдау бар да бізде. Жаңағыдай бәрін деңгейі 0 болсын, жақсы бір деңгейде оқып жатқаны болсын, бәрін бір топқа бүйтіп сыйғыза салмай, анау адамдарға таңдау мүмкіндігін береміз да, сізге ыңғайлысы қайсысы? Онлайн, пожалуйста. Онлайн индивидуалды, пожалуйста. Топпен оқимын десеңіз, міне. Яғни таңдау бар да. Әйтпесе, дұрыс айтасыз, әр адамның оқу динамикасы әртүрлі да. Үйрену, меңгеру динамикасы әртүрлі болған себепті бәрібір ұсыну керек. Яғни бұл клиент ориентированность деген нәрсе бар да, бәрібір. Адам алдыңа келіп тұрған адам мына нәрсені сұрап тұрса, оны да бере алуың керек та негізі. Бірақ енді парадокс та болып қалуы мүмкін. Мади, себебі клиентке, тұтынушыға неғұрлым көп таңдау ағына жығыла берсең де болмайды. Ағына жығыла берген бір әңгіме, таңдаудың көп мүмкіндігін берсең, олардың таңдау жасау қиындығы болып қалады. Енді қарапайым ғана офлайн жеке, офлайн топпен. Онлайн жеке, онлайн топпен. Одан кейін динамикасына қарап келтіре берсек, енді өнімнің түр-түрін шығара беруге болады ғой. Ал әрбір өнімді ұстап тұрудың өзі белгілі бір шығын талап етеді, иә. Онда, Мади, егер де менен қазақ тілін үйренгім кеп тұр, тез үйренгім кеп тұр деген адамдар хабарласып жатса, тікелей жетілдің нөмірін бере береміз ғой. Байланыс несін, иә. Онда осы жерге де шығарып қоямыз. Болашақта бұны жеке жазып алып, қазақ тілін үйренем деген кез келген қазаққа да, басқа ұлттың өкілдеріне де жетілдің контактілерін береміз. Солай болады деп ойлаймын. Содан кейін тағы да бір нәрсе сұрағым келген. Енді жетіл деген
дамы, алдыға қарай жүр, прогресс жаса деген сөз ғой. Бұл жерде жеті тіл деген сөзбен қатысы бар ма? Бұл жерде бірнеше мағына бар. Біз анау неймингке өте қатты көңіл бөлдік та, өйткені жаңағыдай education, learning, study дегендер қаптап кетті. Сосын біз жоқ, өзіміздің қазақы бір сөзге сай болсын, бір мағына болсыншы деп, қысқа да нұсқа, бірақ терең болсын деп, осы жетіл деген сөзді бекіттік. Бұның астарында жаңағыдай жетілу, қазақтың сөзі, иә, жетіл, дамы деген мағына, одан кейін жеті тіл деген мағына жатыр, одан кейін қазақтың мақалы жатыр да, бұл жерде жеті жұрттың тілін біл деген негізі. Жеті мен біл дегеннің былайша айтқанда симбиозы ғой, және жеті түрлі ілім біл деген мағына жатыр бұл жерде. Біз әрдайым осыны ұрандатамыз, тіпті өзіміздің кричалкамыз бар, жетілмен бірге жетіл деген мысалы. Яғни осы нәрселер адамға, өзіңіз жақсы білесіз, корпоративті ортада бұның үлкен әсері бар да. Миссияның болуы, ұранның болуы, мақсаттың болуы, жалпы кәсіп орнының тіпті атауының өзі адамдарға қатты әсер етеді екен. Сондықтан осы нәрселер, біз бұған қатты көңіл бөлдік. Латыншамен жазған кезде, енді француз тілінде ол анау тіл деген сияқты, тіл деген сөз дегенде жекеде білдіреді ғой, сондай, былай қарасақ. Өте күшті. Мен анау байқадым алдындағы бір сұрақта, Мади, корпоративтік мәдениеттің элементтері ғой, ол компанияның миссиясы болуы, компанияның қызметкерлерінің ортақ құндылықтары болуы, ұстаным, яғни принциптері, қағидаттарының болуы, болашақ көрінісінің болуы, не үшін бұл нарықта қандай мәселені шешу, стратегияны қалай жасау деген. Енді оны мен басқа сұхбаттан тыңдадым, ол жайында ойлап жүргендеріңізді көріп қуандым. Себебі өкінішке қарай корпоративтік мәдениетті компанияны басқару және компанияны жетілдіру құрал ретінде ұстап жүргендер кемде кем. Өкінішке қарай, енді бұл әлі де дамуды талап ететін дүние. Енді мына жерде мынандай сұрақ туады. Бағана айтып кеттік бір нәрседе чемпион болу деп, иә. Сол сұрақты қайтадан кішкене тереңірек қарастырсақ. Әрбір бизнестің, әрбір кәсіпкердің өзінің бір бәсекелестік артықшылығы болу керек. Себебі бизнес модельдің ішінде жасайтын негізгі функциялар болады, иә. Біздің енді қаржы нарығына келетін болсақ, біздің функционалдарымыздың бірі ол қаржыны таба білуіміз керек біз. Ол кілт, яғни басты компетенция болмайтын болса, қаржы таппасаң, оны қаржыны қалай кейін үлестіресің. Содан кейін ол дұрыс сата білу, одан кейін әртүрлі, мысалы үшін кепіл заттармен жұмыс істеу деген сияқты біздің өзіміздің 5 түрлі компетенциямыз бар. Ал егер де жетілге келетін болсақ, бұл жердегі негізгі басымдық беретін артықшылық неде? Ол тіл білуде ма? Әлде басқа дүниеде жатыр ма? Басында жаңа айттық қой, бірінші методист болып ал, содан кейін өзіңнің методикаңды масштабтандыр деп. Осы жерде қалай қарастырамыз? Керемет. Мен негізі осы дүниені әрдайым бір семинар, лекцияларды айтып отырамын да. Бізде мынадай бір ұстаным бар. Қазақтың әрбір баласы жеті жұрттың тілін меңгерген тұлға болып шығу керек деген. Яғни ол біз тек қана ана тілімізді меңзеп тұрғанымыз жоқ. Ана тілімен қосады. Және осы дүниені меңгеруде біз дұрысырақ эффективті жол карта ұсынамыз. Және бұл жерде маңызды кілт сөз, ол біздікі ең дұрыс, біздікі ең керемет деп айтпаймыз. Айту да керек. Дұрысырақ деп айтамыз да. Өйткені басқа орталықтармен салыстырғанда, мысалы, біз енді ана іспен дәлелдегенді жақсы көреміз өзімізше. Бізге келетін клиенттер әрдайым айтып кетеді, қандай не дейді андай, бір берекелі жер дейді да, келген бойда шыққың келмей қалады. Барынша анау клиенттің жағдайын жасауға біздікі. Сөйтіп ұстап қалу. Өйткені өкінішке қарай қазір анау манипулятивті маркетингтің құрбаны болып жатқандар қаншама. Тілді бір айдың ішінде үйреніп ал, 2 айдың ішінде advancedке жетіп ал дейтіндер қаптап кеткен заман қазір. Соларға не дейміз? Өтірік бұның бәрі? Әлбетте, енді оны бір ақтап алайын десең де болмайды да. Өйткені өкінішке қарай ондай нәрсеге алданбаңыздар, достар. Тіл үйрену деген, ойбой, ол кем дегенде 1 жыл ғой. Бір тілді үйрену. Бір тілді. Нөлден бастап жақсы бір орташа деңгейге жеткізу 1 жыл ғой кемінде.
Ал біздікілер жаңағындай бір керемет бір формулаға не істей ма, алданып қала ма, ондай формула жоқтың қасы. Мен тіпті мына кітаптың өзінде жазып кетемін. Достар, методика шығару үшін сен бірінші іс жүзінде эксперимент қоюың керек. Эксперименттен кейін сен методист болуың керек. Методист болып алғаннан кейін оны академиялық орталар құптау керек деген сияқты мен жазып кетемін да. Ал бізде жаңағыдай менің жеке методикам мен авторлық, мен өзім айтамын, менің жеке методикам жоқ, достар. Менің Мишель Томас деген академик ғалымның методикасы бар. Біз сол кісінің негізінде құрамыз. Бенчмаркинг сол тұр ғой. Иә. Ал оны адамдар жаңағындай, енді қазір ол сол полиглот методикасы деп аталып кетті негізі. Кітаптың ішінде айтып кеттім. Енді оны біреулер Мишель Томас дейді, біреулер полиглот методикасы дейді, біреу асимиль деп бөледі. Проблема жоқ. Бастысы біз осы әдістің жүзінде оқытамыз адамдарды. Яғни артықшылығымыз не? Артықшылығымыз адамдарға эффективті дұрысырақ жол карта ұсыну тіл үйренудегі. Және соның айналасында жасап жатқан дүниелер шығып жатады ғой. Енді бұл жайында әлі де жұмыс істеп көру керек сияқты. Себебі өзіңнің қай салада чемпион екеніңді білу керексің де. Сол кезде кәсіптің бизнес моделі айқындалады. Одан кейін оны ары қарай масштабтандыруға болады. Себебі ол нәрсені анықтау енді айтуға оңай, жүзеге асыру қиын. Мен оны түсінем. Бұл нәрсені бірден де келе қоймайды. Біртіндеп әртүрлі ситуацияларда келу керек. Бірақ басындағы түсініп тұрмын, дұрыс методиканы ұсыну өте дұрыс. Ол жаңағы айтылған компанияның құндылықтары адалдыққа келіп саятынын сезіп отырмын. Ол да керемет. Себебі клиент ол егерде ұзақ мерзімді тілді үйренуді қалыптастыратын болса, ол өзіне сенімді серіктес табу керек. Соның бірден бірі жетіл болып табылады деп ойлаймын. Ал енді мынандай ой туады. Мади, жетіл холдингі деп қарайық, жаңа айтылғандай, 20 жылдан кейін қандай компания болу керек? Өте жақсы сұрақ. Мен бұл сұраққа андай ой жүгірткенді де ұнатамын, бірақ кейде қашқанды ұнатамын да. Қиын ғой себебі. Өйткені бұл шынымен әрбір кәсіпкерді мазалайтын сұрақ та. Енді Құдай қаласа 20 жыл демесек те, бір 10 жылдың ішінде сол қазір енді аяққа тұрып атқан суп жобаларды толықтай жеке жоба ретінде шығару, олардың ішінде және сол әрбір жеке жобаның өзінің қадағалайтын менеджері бола алса, әрбір жобаны былайша айтқанда алып жүрген керемет күшті бір команда құрылса деген ой бар. Қазіргі таңда шүкір бізде енді адам саны аз емес, 45 адам жұмыс атқарады, оның 30-ы мұғалімдер, 15-і штаб өкілдері. Құдайға шүкір. Дегенмен жаңағыдай корпоративті жүйеге келетін болсақ, сол әр жоба өз бетінше жүріп кете алатындай дәрежеге жетсе, менің жеке араласуымсыз жүріп кете алса тіпті керемет болар еді. Өйткені кейбір жобаларда мен әлі де өзім атсалсам, мысалы жетіл подкаст болсын, басқасы болсын дегендей. Сондай бір ой бар, Құдай қаласа. Және әлі де бағындыратын шыңдар көп. Әрине, ол ешқандай да жаңағы дамуға, жетілуге шектеу болмайды ғой. Оның бір шегі болмайды, шұқиыры жоқ, инфинити дүние ғой. Сол үшін керемет. Болашақ көріністің де қалыптасуын тілейміз. Жалпы жаңа сұрай салайын дегем, анау ағылшын тіліндегі подкаст. Енді ол бір бағыт болып тұр ғой. Оның монетизациясы бар ма қазір? Оның монетизациясы бар. Серіктестік арқылы ма? Серіктестік арқылы, спонсорство бар, және YouTube-тың өзінің монетизациясы бар. Одан кейін бізде жаңағыдай, бұл енді аяққа тұрып атқан жоба. Түсіріп жүргенімізге біраз болып қалған болса да, дегенмен әлі енді аяққа тұрып жатыр. Бұл андай. Бұған біз андай қазір ақша табамыз деп ешқандай үміт етіп атқан жоқпыз. Өйткені жаңағы 5 жылда, 6 жылда дамитын, және де сол 5-6 жылда аты шығатын жоба деп біліп отырмыз. Өйткені біз дайындық үстіндеміз қазір. Неге десеңіз, енді жаһандану дедік, жаңағы ағылшын тілінің қазір өрбіп адамдардың мұқтаждығын көріп жатырмыз. Сол себепті де соған былайша айтқанда бір алаң дайындап жатқанымыз ғой. Керемет.
Енді мысалы бар ғой, бұл нәрсенің қажет екендігін көп адам байқай бермейді. Бұл қажет екендігін мен дөп басып айтқым келеді, себебі бізге осы келесі айдың аяғында Стэнфордта бірге оқыған 60-70 курстастарымыз келеді. Біз жалпы 200-ден астам адам оқыдық. Мен Гарвардта бірге оқыған адамдарды да Қазақстанға қонаққа шақырдым. Енді Стэнфордтікілерді шақырып жатырмыз. 60-70 адам келеді. Соларды алдын ала Қазақстанға келуге қызықтыру үшін. Көп адамдар Қазақстан деген сөзді бірінші естіген. Стэнфордқа барып оқып жатқан күннің өзінде де. Иә. Соларға жалпы Қазақстан жайында ақпарат бергім келетін болса, ағылшын тілінде ақпарат бір белгілі бір сілтемені жібере салу өте аз, жоқтың қасы. Енді біз ана жерде біздің әйтеуір Әділет Рахметолланың әдемі түсірілген, дронмен түсірген видеоларын жібердік, сөйтіп қызықтырдық. Тағы да бірдеңкелерді тауып жібердік. Мынау жаңағы Швейцария емес, бұл Қазақстан, мынау тағы да емес Қазақстан деген сияқты сондай дүниелермен өзіміздің. Енді маған Стэнфордта бір жақсы болғаны, Гарвардта мен жалғыз оқыған болсам қазақстандық болып, Стэнфордта биыл 13 қазақстанда оқыдық та. Содан кейін бізге қазақстанды насихаттау, қазақстанды пиар жасау жеңілірек болды деп әрқайсымыз жеке-жеке жүрдік. Енді 60 адамды келіп тағы да көрсетейік деп жатырмыз. Ол елімізге қосатын бір дүние. Сол үшін өте жақсы жоба екен. Сәттілік тілеймін ол бағытта. Енді мынандай дүниеде 1 сағаттан артық сөйлесіп отырмыз. Әңгіме жақсы, өзіме ұнап отыр. Мади Фазыл танып отқаныма қуанып отырмын. Барған сайын әрбір жауапқа байланысты. Біз тілден негізі алыстау кетіп қалды да, тілдің кәсіп ретінде сөйлестік. Дискомфорт тудырып отқан жоқ ешқандай. Керісінше мен андай энергиям тасып отыр, өйткені бізде енді қонаққа көп шақырады, шыны керек, подкасты болсын, сұхбаты болсын, бірақ сол тілдің айналасын шыға алмай қаламыз кейде. Сізбен керісінше мен басқа бір жағым ашылып жатқандай болып отырмын қазір. Рахмет. Сол менің де негізгі мақсатым сол болған. Әрине тілді қалай үйрену, қанша күнде үйрену, бастағаннан кейін 30 күннің ішінде жоспар жасау деп сұрақтар қойып өруге болар еді. Ол сұрақтардың бәріне Мади басқа подкасттарда YouTube-қа кірсеңізде жауап беріп тастаған. Енді басқа каналдар, арналарға жарнама жасаған емес. Менің мақсатым сіздерге пайдалы болу, Мадиға да мүмкін пайдалы болу, өзіме де бір нәрсені үйрену. Ал енді бұл жерде жаңағы шет тілді жасап жатырмыз, адамдарға тіл үйретіп жатырмыз. Ол жарайды, бизнес модель дұрыс, кәсіптің көзі. Негізгі қазіргі таңда енді 27 жастағы Мади, мен өзім 28-де бастаған бизнесте, өте күшті уақыт. Қазіргі енді бұл сұраққа жауап беруді қиын шығар. Алдыға итермелейтін, алдыға тартатын нәрсе не? Қаржы, ақша ма, миссия ма, немесе әлде ішкі адамның өзіне бірдеңкені дәлелдеу деген дүниесі болады. Оны көп адам байқамайды, бірақ та өзінің мықты екендігін әке-шешесіне, немесе сыныптастарына, немесе ауылдастарына, немесе тағы біреулерге дәлелдеу үшін адам көп жерге дейін өгіздей қара күшімен жүреді. Қазіргі уақыттағы Мади осыны қалай анықтады ма? Қай бағыт көбірек? Былай жауап берсем ғой ма? Осы айтылған дүниенің бүкілін сабақ көп Ол енді оңай жол болып еді Мади. Жоқ, өйткені андай да, мен қазір сіз айтып отырсыз, андай шын ана жақтан да кішкене бар, мына жақтан да кішкене бар. Дәлел, ата-анамызға дәлелдеу деген бәріміздің бойымызда бар сияқты ше. Осыны бір туған туысқандарымызға дәлелдеу, жаңағы сыныптастарыңа дәлелдеу бар сияқты бәрібір бұл. Оны мен жоққа шығара алмаймын. Одан кейін менде ұдайы осы бала кезімнен мынадай нәрсе бар. Ішкі потенциалды толықтай реализация қылу. Ішкі потенциалды толықтай сығу деген, білмеймін осы қаяқтан келген дүние, бірақ бала кезімнен бар да. Анау тіпті осы бір нетворкинг кештеріне бір жинала қалатын әдетіміз бар. Алмас бауырымыз кейде шақырып атады. Нетворкинг жаңағы. Иә. Сол жерде мен кірген бойда да, сол шақырған жеріне барған бойда бәрімен армандасып, бәрімен нөмір сұрасып, Инстаграм алысып, әйтеуір сөйтіп сығып алуды жөн көремін да әрдайым ше. Сондай бар енді табиғатымызда. Жаңағы барған. Ол қайдан келді? Білмеймін. Жоқ, ол нәрсені әрдайым қолдана беру, адамның өзін сығып тастау сияқты болмай ма? Жоқ, соңында маған бұл керісінше энергия береді. Береді, иә? Керісінше кейде бір өте бір өнімді, бір эффективті өткен бір жиын күннің соңында
бетана бір өзіңе бір ләззат алып бір рахаттанып жатасың ғой. Мен бұл жиыннан толықтай сықтым деп, 100% сықтым деп өзіңе бір көңілің толып жатады да. А кейде андай болады, мысалы бір жерге барасың, көңіліңнен шықпайды да, толық әрекет ете алмай қаласың, танысқың келген адаммен таныса алмай қаласың. Сөйтіп үйіңе айтқан бойда жаңағыдай, мына нәрсені істей алмадым, мына нәрсені бітіре алмай қалдым, осы жерде осы мүмкіндікті жіберіп алдым деп, жарайды енді хайырлысы деп Құдайға тапсырасың, бірақ дегенмен бәрібір жаңағыдай нәрсе бар да. Сондықтан бізде 2024-те Қазақстан атынан жастар делегациясы Үндістанға сапарға бардық. Бір апталық сапар болды. Сөйтіп сол кез бізді делегация басшысы етіп бекітті. Одан кейін жүрген жерде адамдармен танысып, басқа елден келген делегациялармен танысып, бәрінің контактілерін алып, тіпті шет істер министрінің алдында сөз сөйлеп тастадық та. Ол немен бардық па, болды, бәрін сұғу керек. Ол жерде біреумен жарысу, біреуден озу, біреумен салыстырғанда керемет болу деген мүдде жоқ негізі. Жай ғана потенциалыңды толықтай сығып алу деген бір табиғатымызда сондай бір не бар. Ол енді негізінде керемет дағды дейміз бе, әдет дейміз бе, әлде қасиет дейміз бе, бәріне сайып келеді. Мади, қуаныштымын ондай нәрсенің бар екендігін. Енді осыған байланысты менде бір сұрақ туындап отыр. Мади қазіргі таңда 8 тілді толық игерген, тағы да тілдерді үйренуді жоспарлап жүзеге асырып жүр. Тіл үйрену процесі деген енді методика болған күннің өзінде де оңай процесс емес, қиын үрдіс, қаншама энергияны, уақыт талап ететін үрдіс. Ал енді осы барлық энергияның енді басым көпшілігі тіл үйренуге кетіп, Мади өзінің басқа әлеуетін, басқа потенциалын жүзеге асыра алмай қалып жүрген жоқ па? Жақсы сұрақ, Дулат аға. Бүгін мүлдем басқа қырынан ашып отырсыз мені. Мен былай айтам, жалпы алдыма да кейде балалар, қыздар келеді, сұрайды, Мади аға, мен мұғалім де болғым келеді дейді да. Мади аға жаңағыдай тіл оқығым да келеді, кәсіппен де айналысқым келеді, отбасыма да көңіл бөлгім келеді дейді да. Мен айтам, сөйтіп қалай осы нәрселерде баланс сақтауға болады дейді. Мен айтам, баланс деген нәрсені ұмытыңыздаршы деймін. Өйткені білмеймін, менің өмірімде баланс жоқ, және мен ол нәрсені қабылдаймын. Бәрібірде бір нәрсені құрбан етуге тура келеді. Бір нәрседе мықты болғың келе ма, бір нәрсені құрбан етуге тура келеді. Ол бәлкім жаңағыдай отбасыңмен өткізетін уақытыңды қысқартасың ба, достарыңмен жиналатын уақытыңды қысқартасың ба, саяхаттайтын уақытыңды қысқартасың ба, әйтеуір бір нәрсені құрбан етесің. Сондықтан осы нәрсені мен әрдайым айтып та жүрем. Баланс сақтаймын десең, бүкіл жерде керемет болдым деген сөз ғой ол негізі. Сондықтан егер шынайы осыдан бір ай бұрын кәсіпке қатысты бір білім алып жүргеніміз бар еді. Сол кезде бір кісі айтады да, сабақ өтіп жүрген кісі айтады, негізі кәсіпкер деген адам дейді да, ол күні түні сол кәсібінде уақытын өткізетін адам ғой дейді. Ұйықтайтын адам ғой дейді сол кәсіп орнында. Негізі. Сөйтіп мен айтам, енді бәлкім бір нәрсені құрбан етуге бәрібір тура келеді. Егер бір салада мықты болам десең, онда бір нәрсені қоя тұруға тура келеді деп айтам әрдайым. Яғни сол тіл болсын, кәсіп болсын, әйтеуір осы екі дүниені әрдайым ұштастырып алып жүруге тырысамыз. Қазір енді мен жаңа тілді үйренгеннен гөрі сол білетін тілдерімді арқалап жүруді жөн көрдім. Өйткені өзіңіз білесіз, тіл үйрену бір бөлек, оларды алып жүру бір бөлек мүлдем. Танысу бір бөлек, таныстық сақтау бір бөлек. Иә, дәл солай. Сондықтан қазіргі негізгі фокус сол кәсіпке, бір 70% фокус кәсіппен, және тіл үйрену енді 20% шығар, әрі кетсе 10% сол отбасымыз деп қояйын. Енді оның уақыты да келеді, бірақ та қазірден бастап бағана айттық қой, үйлену оңай, үй болу қиын, танысу оңай, таныстық сақтау қиын деген сияқты. Оның да өзінің орны бар. Мен енді бір затравка дейді ғой орыстар, жалпы болашаққа бір ой болсын деп айтып қояйын. Мен енді биыл 44-ке келем. Мен жақында Джеймс Брукс деген, қателеспесем аты, адамның
Second Mountain деген кітабын оқуды бастадым. Себебі қазіргі менің өзімнің рухани жағдайым соған келіп тұрды. Ол жерде неге Second Mountain? Енді екінші тау деп тұр ғой, екінші төбе немесе түсінікті болу үшін. Орыс тіліне вторая гора немесе вторая вершина деп аударылады, бірақ орыс тілінде таба алмадым ол кітапты. Сонда біздің маңайымыздағы азаматтар, кейбір азаматтар 35, 45, 50-дің маңайында көрінген таудың алыстығы жоқ деп бірінші таудың басына шығып қойды. Қаржы жағынан, белгілі бір мансап жағынан, кәсіптің деңгейі деген сияқты жанұялық дүние, яғни басындағы дәлелдеу керек дүниелердің көбі дәлелденіп тастаған, біраз нәрселерге қол жеткен, жетістік бар деген сияқты. Сол кезде адамдардың көбінде кейбіреулер жаңағы орта жастың кризис деп айтады, одан сәл бөлектеу, себебі ол белгілі жетістікке жеткен адамдардың болатын кризисі. Сонда ары қарай не деген сияқты дүние туады. Сол кезде сол кітаптың енді көмектесетіні ол жасаған дүниелерді ары қарай белгілі бір енді миссия бары өз алдына ғой, бірақ та белгілі бір мағынамен жасау, одан кейін жасаған дүниелерді институционализация жасау белгілі бір деңгейде. Ол қоғамдық қор болса, ол өмір бойы жұмыс істей алатын қоғамдық қор, оның эндаумент қоры деген сияқты дүниелер жасау керек болады. Сол үшін түсіндім, өте керемет қазір қылшылдаған жаңағы ыстық қайраттың жанып тұрған кезі, жастықтың буымен Мади ол өте жақсы. Жалпы негізінде бүгін Мадимен сұхбаттасып отырып, біздің Мағжан Жұмабаев айтқандай, мен жастарға сенемін деген сөзіне тағы да тоқталып кеткім келіп отыр. Өте қуанып отырмын. Кез келген тек қана біздің өзіміздің қаракөз қазақ емес, басқа ұлттарға да айтылатын болсақ, бұл 8 тілді ары қарай тағы да басқа 2 тілдің өзінде керемет үйрену, ол екінің біріне бұйырмаған бақыт. Ол текте де бар, ол тәрбиеде де бар, адамның өзінің ұмтылысында да бар. Ол өте күшті. Бүгінгі әңгімеміздің өзінде де біраз адамдарға пайдалы ақпарат, инсайт бере аламыз деп ойлаймын. Мадия, мен жалпы енді көп жерде басында ұялатынмын өзімнің ағылшын тілінің жетік емес екендігіне. Сол үшін менің жалпы лайфхакым сондай алдыға шыққан кезде мен бірден айтам, менің тілім керемет емес, себебі бұл менің 3-ші немесе 4-ші тілім. Сіздер мені дұрыс түсініңіздер деп. Енді кейбіреулер дұрыс сөйлемей тұрсаң дұрыс қабылдамайды ғой. Сонда сол адамдардың көбі өзде бір тілден артық, біз сөйлеп тұрған бір тілден артық басқа тілді білмейді. Бірінші соның ішіне жаңағы терісіне кіріп көр, содан кейін түсінесің. Ал содан кейін тағы да бір сөз бар, жаңағы қалай сөйлегенің маңызды емес, не сөйлеп тұрғаның маңызды деген сияқты. Бірақ енді тіл үйренушілерге бұл ақыл емес, дұрыс үйреніп алған жақсы. Енді не болса да, Мади, уақытта біраз жерге барып қалған сияқты екен. Тілдің төңірегінде біраз нәрселер айттық. Осы жауыр болған сұрақтардан бөлек тағы да бір айтуым керек еді. Тұшымды жаңа бір ой деген басында бір әңгіме болды. Сондай қазір бір бөлісетін тілге байланысты, басқаға байланысты бір бар ма момент? Менің бір айтқым келгені, ол бәлкім бағана сол кәсіп тақырыбына да қатысты шығар, бәлкім жастардың қазіргі кезде тез ақшаға алданып қалып жатқаны қатты қынжылтады. Өйткені андай өкінішке қарай оны кәсіп деуге де келмейді ол нәрсені. Ол бағана ауызекі тілде тема дейді ғой, былайша айтқанда. Қай жерде ақша шығады, сол жерге қарай жүгіру. Былайша айтқанда бір істен екінші іске оңай ауысып, әйтеуір ақша қайда бар, сол жерге жүгіру. Менің түсінігімде енді бұл кішкене жақсы нәрсе емес деп ойлаймын өзім. Өйткені бұл алдағы уақытта экономика тұрғысынан қоғамның дамуына да теріс әсерін тигізеді деп ойлаймын. Өйткені бізге қазіргі таңда керегі, менің ойымша, ол білмеймін, енді бір кішкене көшбасшылар көбірек керек сияқты деп ойлаймын. Әйтеуір бір істің басын соңына дейін апара алатын, бір істің түбін түсіре алатын, бір істе ең бастысы тұрақты бола алатын жастар көбірек болса екен деп ойлаймын да. Өйткені бір істен екінші іске бағанағы өзімізде осы жастармен көп жұмыс істейміз ғой, көп байқаймын ше, жаңағы бір кезде SMM болып жүреді, одан кейін мобилограф болып кетеді. Мобилографтан сен мобилограф болып жүретін ғой десем, қазір бат сатып жүрмін дейді да.
баттан тағы бір салаға ауысып кетеді, киім сатып жүреді бір кезде қарасаң жасы 30-ға келіп қалды да мысалы. Енді қазақтың жақсы бір мақалы бар, 30-ында орда бұзбаған 40-ында қалам алмайды мысалы. Сондықтан бұл жерде жарайды, пайда табарсың, бірақ уақыт қой маңыздысы. Пайдадан жоғары тұрған нәрсе, құнды нәрсе ол уақыт. Сол уақытымызды зая кетірмесек екен деген бір ой айтқым келіп тұрды. Керемет. Енді бұл жерде тұрақтылық керек те. Кез келген жүйелі бизнес, үлкен капитал тұрақтылықпен келеді. Ан жерден жұлдым, мына жерден жұлдым деген нәрсенің берекеті болмауы мүмкін. Бұл жерде тіпті мен кәсіпті де меңзеп тұрғаным жоқ. Анау ең болмағанда бір есі дұрыс компанияға кіріп, сол компанияда өзіңнің былайша айтқанда дәрежеңді көтерсең, топ менеджер болсаң, бізге керегі сол нәрседе менің ойымша. Ал жаңағы мына жерден ақша шыға келді, осы жерге жүгіру, бір күні Wildberries'тен сату, бір күні Каспийден сату, енді менің ойымша ол кішкене қитұрқы әңгіме сияқты. Жақсы, керемет. Енді қысқа қалыптасқан, тіл үйренуді бастағысы келетін адамдарға жасайтын алгоритм бойынша бір 5 қадамды айтып кетсек, сонымен ақырындап оны қазіргі сол тіл үйренуге бағытталған адамдарға жалпы ақылға бағыттасақ, сонымен бүгінгі әңгімемізді де тамамдасақ болатын сияқты. Күшті. Ең алғашқы қадам ол өзіңізге дұрыс сұрақ қоя білу. Мен не үшін тіл оқуым керек, мақсатым қандай, жол картам қандай, мұғалім кім, жоспарым қандай деп өзіңнің алдыңа былайша айтқанда сұрақтарды анығынан қойып алып, одан кейін сол сұрақтардың негізінде әрекет етіп бастау. Бұл бірінші мәселе. Екінші дүние ол зерттеу, нарықты зерттеу. Егер де мен өзім алып жүре алмаймын десеңіз, онда есі дұрыс, тәжірибесі бар, өзін нарықта былайша айтқанда дәлелдеген мұғалімге жолығу. Ұстаздың көру, нарықты зерттеп көру, ел не деп жатыр. Мысалы, Трецке кіріп қалсаң, екінің бірін сөгіп жатады. Сол жерден қарау, ол да адамдардың былайша айтқанда кері байланысы ғой. Соны бір зерттеп көрсең, өзі анығы шығады. Кімнің кім екені. Сөйтіп мұғалім іздеу. Одан кейін барып, менің айтпағым ол ұзақ мерзімді жоспар қою. 2 ай, 3 ай деп үміт етпеу. 2 ай, 3 айда сен енді бастайсың. Жаңағы тілдің дәмін татып енді бастайсың. 1 жыл, 2 жыл деп жоспар қоясың, асықпайсың. Жаңағындай белсенді түрде білім алып бастайсың. Және 4-шісі ол мүмкіндік болатса, мына полиглот құпиясы кітабын оқыңыздар. Неге? Өйткені бұл жерде жол карта сызылып берген негізі. Қандай методика бар, жеке оқиғаларымыз бар, жаңағы тіл үйрену жолында кезіккен өзіміздің неше түрлі кеңестер бар, және жалпы мотивация жетіспей жүрсе де, міне осы кітапты оқысаңыздар болады деп ойлаймын. Супер. Қысқа да нұсқа осындай бір кеңестер. Керемет. Ал жалпы қазіргі өзің деңгейдегі қазақ жастарына бағанағы әр темадан басқа айтатын ой, идея бар ма? Менің ойымша білім алудан таянбау. Жасыңыз 40-қа, 50-ге, 60-қа келсе де, бұл жастар болсын, жасы келген кісілер болса да, білім алудан таянбау. Неге? Өйткені білім ол сенен ешкім тартып алмайтын дүние. Ол әрдайым сенімен ғана қалады. Және мүмкіндік болса, сен ол білімді кез келген жасыңда монетизация ете аласың. Қызығы. Керемет, келсем. Сондықтан білім алудан таянбайық, өзімізді әрқашан жетілдірейік, дамиық. Керемет, рахмет Мади. Мадимен бүгін күшті әңгіме болды, пайдалы әңгіме болды деп ойлаймын. Мадидің соңғы айтқан сөзін мен де әрдайым айтып жүрем. Білім алудан тайынбауымыз керек деп. Былтыр ғана оқып келдім, биылда тағы да барып оқуым келеді. Себебі былтырғы жылғы оқу мен үшін Summer Camp болды. Жанұямен бірге әдемі 2 айды Калифорнияда жаз кезінде өткіздік. Стэнфордтың территориясында. Енді биылда тағы да мүмкін Лондонға, LBS-қа барамыз ба деген ой бар. Бірақ айтайын деген бағана сөзді қайталап айтамын. Неғұрлым 20
30-дың арасында көбірек білім алуға тырысу керек. Себебі 40-тан кейінгі білім қызықты, бірақ қалатыны аздау. Ол шындық десе де, оны оқымасақ, оны үйренбесек, ол адамның дамуы тоқтап қалады. Дамуы тоқтағаннан кейін әртүрлі ауруларға да шалдығуға болады. Құдай сақтасын, иә. Сол үшін аман болайық, Мадижан. Сәттілік тілеймін, кәсіпте табыстылық тілеймін, берекесін берсін. Аманшылық болса, Мадидің ұраны 7 тілді әр қазақтың баласына үйрету жүзеге ассын. Енді мынау біздің бағдарлама соңында беретін кішігірім бір кәдесиіміз бар. Бұл жерде бұл ішінде қазіргі Рамазан айы, сонымен қатар енді өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деген сияқты қазақша сөйлеу деген сөз бар. Бұл енді бір сыйлық болсын. Рахмет. Иә, бұл жидеңізді әрдайым көріп отырамын. Басқа жаңағы адамдардың киіп жүрген күшті. Келеді ғой деймін, иә?